Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы терроризмдегі көректік заттарды тасымалының маңызы. Сабақтың мақсаты терроризмдегі көректік заттардың тасымалының маңызын сипаттау, өсімдіктерде заттардың тасымалына қатысатын мүшелерді танып білу. Бағалау критерийлері. Терроризмдегі көректік заттардың тасымалының маңызын сипаттайсыздар. Оған жануарлар мен өсімдіктердегі заттардың тасымалында қандай мүшелер қатысатынын білетін боласыздар. Терроризмдерде заттардың тасымалының маңызын білесіз. Терроризмде қандай заттар тасымалданатынын білетін боласыз. Өсімдіктерде заттардың тасымалына қатысатын мүшелерді танып білесіз. Өсімдіктердің заттар тасымалына қатысатын мүшелердің дұрыс анықтай алатын боласыз. Сабақ пен тамырдың заттардың тасымалындағы рөлін анықтайсыз. Заттар тасымалына қатысатын тамыр мен сабақтың құрылымдарын дұрыс анықтайсыз және оларды атауларын жаза алатын боласыз. Жалпы заттардың тасымалы дегеніміз не? Біз балалар алдындағы өткен жасуша туралы ұғымдарды есімізге түсіру керек. Барлық тірі ағзалар жасушадан тұрады. Оны біз жақсы білеміз. Енді сол жасушалардан тұрғандықтан жасушаға үздіксіз көректік заттар келіп, керексіз заттар сыртқа шығарылып отырады. Онда организмге қажетті заттарды жасушаларға, ұлпаларға тасымалы және соңғы өнімдерді кетіру үдерісін біз тасымалдау деп айтуымызға болады. Міне төменде сіздер көріп тұрғандай жануарлар мен жәндіктердің суреттері тұр. Бұл жерде амеба. Амеба қалай тасымалданады? Көректік заттар. Біз оны білеміз, жалған аяқтар арқылы судағы микроағзаларды өзіне алады. Асқорту бақылы бар. Онда жануарлар сүтқоректілерге жататын. Ол міне қан айланым жүйесі арқылы көректік заттар тасымалдайды. Кез келген жануарларда қан айланым жүйесі арқылы барлық көректік заттар келеді. Ол қалай келеді? Асқорту жүйесінен көректік заттар қорытылып, қанға сіңірілу арқылы келеді, керексіз заттар сыртқа шығарылып отырады. Омыртқалы жануарларда үлкен және кіші қан айланы деген бар. Бұның негізгі қан айлан жүйесінің негізгі мүшесі жүрек болып келеді. Ал мына жерде омыртқасыз жануарлар. Оларда да қан айлан жүйесі бар, бірақ салқын қанды болып келеді. Оларда қан айлан жүйесі ашық және жабық болады. Соған негізделіп тұйық және ашық болады. Және мына жерде шегірткеменен шұбалшын көрсетіледі. Жалпы қан айлан жүйесі көмірқышқыл газы менен оттегінің алмасуын реттейді. Ағзаға кез келген ағзаға көмір оттегін сіңіріліп, қажетсіз деген заттар көмірқышқыл газ арқылы сыртқа шығып тұрады. Өсімдіктерде өткізгіш ұлпа әртүрлі өткізгіш элементтерден тұрады. Олар тарихеттер, түтіктер, сүзгіл түтіктер. Жалпы өсімдіктердің өткізу қасиетіне байланысты заттардың жоғары ағысы және төменгі ағысы деген болады. Тасымалдаудың негізгі мүшелері тірі ағзаларда жүрек, жануарларда, өсімдік жапырақтары, өкпе, өсімдік тамыры және қан айлан жүйесі негізгі қызметін атқаратын артерия, вена, капилляр тамырлар. Мына жерде балалар өздерін көріп тұрғандай, біз кез келген жағдайда, кез келген өсімдікте көректік заттар қалай тасымалданып жатқанын қарапайым тәжірибе арқылы бақылауға болады. Үйде жасауларыңа болады. Өсімдіктің бірнеше жапырағы бар қалемшесін алып, боялған суға салатын болсаңдар, біраз уақыттан кейін жапырақ жүйкелері арқылы көректік заттардың қалай келгенін бақылауға болады. Және
үздіксіз көректік заттар тамыр арқылы келіп тұрады. Жалпы тасымалдаудың негізгі мүшелері бізге бойымызда үздіксіз көректік заттармен қамтамасыз етіліп тұру керек. Өкпе, жүрек және бауыр. Бауырды біз ағзадағы ең үлкен зертханалық мүше деп атаймыз. Себебі ағзаға қанмен бірге келген улы заттарды сүзіп өтке құйып отырады. Және асқазан. Енді бұл негізгі біздің тасымалдау мүшелері болып келеді. Көректік заттар. Заттарды тасымалдау ең негізгісі ас қорыту жүйесі менен тыныс алу жүйесі үлкен рөл атқарады. Жануарларда тыныс алу оттегін сіңіреді және көміркішкі газын бөледі. Ас қорытуға полимерлер, мономерлер ыдырайды. Ас қорыту жолында және жасушалық ас қорыту болады. Біз полимер, мономер дегенді 190-да сабақтарда өткенбіз. Сол есімізге сақтау керек. Өсімдіктерде фотосинтез үдерісін, қажетті заттар, көміркішкі газ, оттегін, үздіксіз оттегін бөліп отырады. Енді балалар, бұл тақырыпты біз толықтырып, оқулықтан оқимыз. Оқулықтың 79-дан 84-ші бетті оқып мазмұндаймыз. Осы берілген слайдты жақсылап түсіне отырып, тақырыптың мазмұнына қарай салыстырып түсіну керек. Түсінгеннен кейін төмендегі ұғымдарға талдау жасап сипаттама бересіз. Енжар және пассивті тасымалдау дегеніміз не? Белсенді тасымалдау дегеніміз не? Су құбыры дегеніміз бұл жерде қандай мағынамен қолданды? Заттардың жоғары ағысы дегеніміз не? Заттардың төменгі ағысы дегеніміз не? Минерал заттардың тасымалдану қалай жүріледі? Тамырдың қысымы дегеніміз не? Органикалық заттар қалай жылжиды деген ұғымдарға талдау жасап, қысқаша сипаттама бересіздер. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.